Ағылшын тілінде зат есімдердің көптік формасын жасау үшін s және es жалғаулары жалғанады. Ол қазақ тіліндегі лар, лер, дар, тер, тар, тер көптік жалғаулары сияқты. Бір қарағанда ешбір қиындығы жоқ сияқты көрінеді, бірақ мұнда да кейбір нюанстар бар. Сәлем достар, бүгін біз сіздермен ағылшын тіліндегі зат есімдердің көпше формасының 7 түрлі тобын қарастыратын боламыз. Бірінші топқа s жалғауы арқылы көптік форманы құратын зат есімдер тобы жатады. Cats, dogs, pens, books, tables, TVs, жүздеген басқа сөздер жатады. Ол ағылшын тіліндегі ең үлкен топ. Екінші ол es жалғауы арқылы жасалатын зат есімдер. Ол s, double s, ch, sh, x және z әріптермен аяқталған сөздерге жалғанады. Мысалы, boxes, buses, matches, watches, taxes, тағы басқалары. Онда es жалғауы is деп дыбысталады. Boxes, watches. Келесі топ ол f және fe әріптеріне аяқталатын сөздер тобы. Оларға s көптік жалғауын жалғаған кезде f әрпі v әрпіне өзгереді. Knife, knives, wife, wives, wolf, wolves, leaf, leaves, life, lives, тағы басқалары. Бірақ мұнда бұл ережеге бағынбайтын да зат есімдер тізімі бар. Roof, roofs, belief, beliefs. Келесі топ y әрпіне аяқталатын сөздер. Мұнда y әрпінің алдында дауыссыз дыбыс тұратын болса, онда y әрпі түсіп қалады да, оның орнына I әрпі келеді және es жалғанады. City, cities, baby, babies, fly, flies, family, families. Бірақ y әрпінің алдында дауысты дыбыс тұратын болса, онда s тікелей жалғана береді. Day, days, boy, boys, ray, rays, key, keys, way, ways. Келесі топ o әрпімен аяқталатын сөздер. Potato, tomato, онда es жалғауы жалғанады. Potatoes, tomatoes, тағы басқалары. Бірақ мұнда да ережеге бағынбайтын сөздер бар. Онда o-ға тікелей s жалғанатын. Ол сөздер көбіне басқа тілден енген кірме сөздерде. Мысалы, photo, photos, video, videos, kangaroo, kangaroos, piano, pianos. Келесі топ ол жекеше формасында да және көпше формасында да бірдей түбірде қалатын зат есімдер тобы. Sheep, sheep, fish, fish, deer, deer, serious, serious, species, species. Соңғы топ ол көпше формада түбірін толығымен өзгертетін зат есімдер тобы. Және егер магистратура тапсыратын болсаңыздар, бұл сөздер тізімін жаттап алған дұрыс. Себебі тестте лексика-грамматикалық бөлімдегі ең бірінші сұрақ міндетті түрде осы тақырып бойынша келеді. Оларға жатады man, man, woman, women, және women сөзінде екі дауысты дыбыста i деп дыбысталады. Women. Бұл жағдай o дыбысының i деп дыбысталуының жалғыз мысалы. Tooth, teeth, food, feed, goose, geese, mouse, mice, ox, oxen, person, people, child, children. Тағы басқа тізімдер. Видеосымен аяқталған жоқ. Қазір жаңа көрсетілген зат есімдер тізімін қаншалықты еске сақтағаныңызды тексеру үшін және тағы бір бекіту үшін келесі бір тест орындаймыз. Ондағы сөздердің көпше формасын еске түсіріңіз.
қанша сөздер дұрыс таба алдыңыздар, сонымен төменде комментарийда бөлісіңіздер. Сонымен бүгінгі видео қысқа болса да пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше, бай!